Аиша каналына қош келдіңіз. Бүгін тағы да Пинтотодан алған заттарымды көрсетемін. Ең бірінші мынандай читін зат алғанбыз. Мыналардың бәрін осы видеоға ашайын десем, осы үйде бір кісілер ашып тастапты. Сондықтан бұл ашылды. Көрсетеміз сіздерге. Мынандай фруктовый, типа мармелад сияқты. Мен байқағаным бұл мынандай банан и мынандай апельсин. Солардан қосылып жасалған. Бірақ та түсі мынандай жасыл. Ана рекламасынан көрген бойсы құдайлар шалп-шалп еткізіп жеп отырған, содан қызығып кетіп, мен ылғи алып тұрам осындай нәрселер. Жейтұғын көріп қызығып кетем де жейін деп. Өзім жеп көрген жоқпын. Ішінде бір кішкентай орехтың несі бар сияқты, дәмі бар сияқты тоже. Жаңағы фруктылардың да дәмдері шығады. Тәтті. Кәдімгі мармелад бар ғой, сол сияқты. Мен өз сладкоежка емеспін. Аз жеймін. Қатты жегім кеп тұрмайды. Тағы біреуімнен жейін.
бір жағына қарай қисайып қапты. Түзелет шығар енді тұрса. Сол қалған заттарым. Мынау мен мынаның екеуін киіп көрейін дегем ғой. Осы екеуін мен киіп көрем енді. Қазір мынандай міне жаңағы кофта, жаңағы юбка маған сиді. Тоқа түсіп тұрма? Артындағы жырағы тұрса тұрсын, тұрмаса қойсын. Короче, мен мына юбка симай қала ма деп едім. Оларда рекламаларында ылғи андай ары қарақ қыздар киіп тұрады ғой, күшті тұрады. Ожидание реальность қой. Маған осылай тұрады енді. Бірақ та мен ойбай, мен семіз екенмін деп үйде тығылып жатқан жоқпын. Жүре берем. О себе высокого мнения. Таңқаламын соны. Семізбен бірдеме деп ұялып мыңқиып жүретіндерге. Өзің сен мыңқиып жүрсең, елдің ештемесі кетпейді. Сол мыңқиған үйінде мыңқиып жүресің. Наоборот, они твою скромность за слабость принимают. Сондықтан любите себя. Мен сияқты қарның қабақтай болып тұрса да керемет болып әдемі болып жүресің ғой. Так. Бетім көрініп тұрма, көрінбей тұрма? Көрінді енді, я. Міне. Жыртықтарым көрдіңдер ма? Жыртық мыртық. Өмірі бір жыртық. Осындай бір нәрсе. Елдер жыртық шалбарлар киіп атады ғой. Соны өмір бір